Тағы бір хадисінде жаңағы сахабалар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге бұйыратын, кана я'муруна ан набни ал-масаджида фи диярина, сол кварталдарымызда мешіт салуға бұйыратын, ва нуслиха санғатаха, егер мешіт бұзылып бара жатса, оны жөндеуді бұйыратын дейді. Кім жөндейді? Жамағат жөндейді, жамағат. Көрдіңіз ба? Осындай дәрежеге жету керек. Мысалы, мешіттің несіне, кран ағызатын жеріне келдіңіз, дәрет алып аттыңыз. Кран кішкенде дұрыс істемей тұрған сияқты. Сол кезде сізге Алла Тағала екі сөздің біреуін таңдауға рұқсат етеді. Біріншісі, осылар қайда қарайды дейін, аны жөндемей. Қайда қарап отырады екен бұлар, деген нәрсе бар. Сосын шайтан бұны солай әсемдеп тақуадан шығып атқан сияқты бұл сөз негізі. Өзі грамм тақуалық жоқ. Екінші сөз бар. Осы кранды Алла Тағала көзіме көрсетті, барып базардан қазір әкеп, біреуін әкеп қойып кетейшін әшірге деп. Қайсысы ұнайды Аллаға? Біріншісі, мүлде ойнамайсың Алланың алдында ешқандай дәреже тұрғысынан да, сөзің де қызықты емес. Екіншісі, іліндің Алланың рахымына, іліндің. Көрдіңіз ба? Сондай көрінбейтін, сондай осындай бір әрекеттерді өзі жасы. Алланың үйі ғой, Алланың үйі. Біреу келіп қоя салып жүре берме, жаңағы. Әрбір осы кварталда осы мешіт тұр ма, осы кварталдағы әрбір намазханның мойнында бар осы мешіттің алдындағы жауапкершілік. Сондықтан сіз өзіңізді Аллаға қалай көрсетуге, сізге ғұмырыңның қалған күндері қалды. Сіз дегенді көрсетіңіз Аллаға, болды. Басқа нәрсе жоқ бізде.